Жүсіп баласұғын 11 ғасырдағы түркі әлемінің теңдесі жоқ ойшыл ақыны, ақылы асқан дана тұлғасы. Жүсіп баласұғын Құттөбелек дастанын баласұғында бастап 18 ай жазып, 54 жасында Қашқарда аяқтайды. Біткен еңбегін Қарахандар мемлекетінің 1056-1103 жылдардағы қағаны Табғаш Бұхара Қарахан Әбу Әли Хасан ибн Сүлеймен Арслан Қараханға сыйға тартады. Қаған Жүсіп баласұғынның еңбегін лайықты бағалап, оған хас қажып деген лауазымды атақ берген. Осыдан былай Жүсіп баласұғын Қарахандар мемлекетінде Жүсіп хас қажып баласұғын аталған. Бұл лақабат емес, ақыл-ой кемелдігіне, даналық білімге сай аса биік лауазымды атақ еді. Құттөбелек адамзаттың бәріне игілікті, асыл рухани құндылық. Жүсіп баласұғын Құттөбелек дастанында дүние данышпандарының сөздерінің мәйегін сүзіп, ақындық танымның айдынына алып шығады. Інжу маржанның мінсіз ізбегіндей даналық ойлардың жүйесін түзеді. Кітап сөзі жақсылық жолында оның көзін ашатын, екі дүниесін бірдей ондасатын қуат қасиетімен құнды. Бірақ мұндай қуат қасиеттің құнын біліктілер ғана білмек. Автордың мақсаты кітапты оқып, ондағы даналық ойларды көңіліне тоқыған және өзі мен өзгелердің игілігіне пайдаланған адамға құт дарыту, оны бақытқа жеткізу. Дастанда осы қасиеттердің әрқайсысына сипаттама беріледі. Ол қасиеттердің әрқайсысы тиісті лауазымды тұлға түрінде дараланады. Күн туды, әділет, ай толды, дәулет, оқтілміш ақыл, оқтырмыш қанағат. Дастанның мәні мен мағынасы осы аталған лауазымды тұлғалардың мемлекеттік маңызы бар рухани асыл құндылықтар туралы бір-бірімен кеңесуі, әңгімелесуі, тілдесуі арқылы ашылады. Жүсіп баласұғын өзінен кейінгі ел жұртты құт-береке беретін, өлмейтін, өшпейтін байлық қалдырды. Бұл байлықтың қоғамдық сананың жаңғыруы, елдің интеллектуалдық қуатының артуы үшін зор маңызы бар. Аталған құндылықтарды мемлекеттік басқарудың барлық деңгейлері мен салалары бойынша іс жүзінде пайдаланудың тиісті тетіктерін, механизмдерін жасауға деген әлеумет сұранысы күн санап өсуде.